Назарбаевтың немере інісі ұсталды. Ресей билігі Қытайдан әскери көмек сұрады. Рамзан Қадыровтың Киевтегі соғыс аймағында жүрген видеосы тарады. Толығырақ Ғаламтор парақшасынан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және Қазақтелеком акционерлік қоғамының қаражатын аса ірі көлемде ұрлау фактілері бойынша қылмыстық істі тергеуде күдікті деп танып, Қайрат Сатыбалдыұлын ұстады. Аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен Қайрат Сатыбалдыұлы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қайрат Сатыбалдыұлының мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Дәл қазір тергеу жалғасуда. 201 бапқа сәйкес өзге ақпарат тергеу мүддесіне жария етуге жатпайды. Саясаттанушы Ербол Еділовтің мәліметінше, Қайрат Сатыбалдыұлы Алматыдан Түркияға жеке ұшағымен ұшу барысында ұсталған. Шартарап. Грозный телеарнасы Телеграм арнасында және РТ телеарнасы 13 наурызда Шешенстан басшысы Рамзан Қадыровтың болжам бойынша Украинадағы әскери қақтығыс аймағында жүргені туралы видео жариялады. Видеода әскерилер Шешенстан басшысына жағдай туралы баяндап, шабуылдың мән-жайын айтып жатыр. Сіз бізге көрсеткен стратегия 100% жұмыс істеді дейді әскерилердің бірі. Сонымен қатар видеода Қадыров біздің мақсатымыз Киевті басып алу деп айтып жатқаны көрсетілген. Роликте Қадыров Украинада жүргені не әскерилермен кездесіп жатқаны нақты айтылмайды, яғни түсірілім жасалған жер белгісіз. Украиналық бақтар барлау қызметтеріне сілтеме жасап, видео Украинада түсірілгенін растады. Ел тынысы. Қазақстан үкіметі интернетте теріс сыртқы макроэкономикалық жағдайға байланысты туындайтын проблемалар туралы хабарламалардың жиілеуіне байланысты мәлімдеме жасады. Атап айтқанда, қаржы нарығының орнықтылығын және теңгелік депозиттердің тартымдылығын қамтамасыз ету мақсатында үкімет ұлттық банкпен бірлесіп, мемлекеттік бюджет есебінен халықтың депозиттері бойынша сыйақы есептеуді көздейтін теңгелік салымдарды қорғау бағдарламаларын әзірледі. Екінші деңгейдегі банктерде 2022 жылғы 12 наурыздағы жағдай бойынша шамамен 15,3 триллион теңге бар делінген хабарламада. Жаһан жаңалықтары. Ресей билігі Ресейдің Украинаға әскери шабуылын қолдау және экономикалық санкциялардың әсеріне қарсы тұру үшін Қытайдан әскери және экономикалық көмек сұрады. Бұл туралы The New York Times және The Washington Post ақш үкіметіндегі аты аталмаған дереккөздердің сөзіне сілтеме жасап ақпарат таратты. Басылым Ресейде соғыстың 3-ші аптасына қарай қарудың кейбір түрлері бітіп жатқанын хабарлайды. Ал CNN америкалық жоғары лауазымды шенеунікке сілтеме жасап, Ресей Қытайға Украинадағы жағдайға әскери көмек, соның ішінде пилотсыз ұшу аппараттарын ұсынуды сұрады деген ақпарат таратқан. Америка болса, Қытай Ресейге көмектессе, Бейжіңге кері әсерін тигізеді деп ескертті.